Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін екі түрлі қаттамадан пісіріп үйренеміз. Біреуі жуамен, біреуі жуасыз пісіріледі. Ең алдымен өздеріңізге қажетті мөлшерде ұн аламыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған суға тұзымызды салып, жақсылап араластырып, тұзды ертеміз. Енді тұзды суымызды ұнға құйып, қамыр болғанша жақсылап илейміз. Видеоның төменгі жағында описание бөлімінде барлық заттың мөлшері жазылып тұр. Енді қамырдың бетін жауып 10-15 минут демалдырамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына жуа қуырып саламыз. Жуаларымыздың сыртын ашып, жақсылап майдалап тураймыз. Достар, егер каналыма жазылмаған болсаңыздар, менің каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Енді қамырымызды және бір қайтарып, екіге бөліп, және 10-15 минут демалдырамыз. Енді қызып тұрған табамызға май құйып, жаңағы тураған пияздарымызды жақсылап қызарғанша қуырамыз. Пияздың үстіне қасықтың ұшымен азғантай тұз салуды ұмытпаңыздар. Міне біздің пиязымыз да қып-қызыл болып қуырылды. Енді ыдысымызға салып, мұздатамыз. Енді қамырларымызды жұп-жұқа етіп жаямыз. Енді қамырдың ортасына жағатын сармаймызды, болмаса маргаринімізді ертіп, ортасына жағамыз. Сармай маргариндеріңізді арнайы пеште ертпей, бөлме температурасында ертіп жақсаңыздар да болады. Енді майланған қамырымызды оқтауға орап, тура еттің қамыры сияқты кесеміз. Енді кесілген қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Енді кесілген қамырларымызды тура видеодағыдай орап, пакетке салып, майы қатқанша тоңазытқышта 10-15 минут сақтаймыз. Енді келесі жуамен пісетін қаттаманың да қамырын жұп-жұқа етіп жаямыз. Жайылған қамырымызды жақсылап майлаймыз. Енді қуырылған жуаларымызды салып, барлығын бір келкетіп жайып, қамырымызды ораймыз. Енді бұл қамырлардың да майын қатыру үшін тоңазытқышта 10-15 минут сақтаймыз. Қараңыздар, 10-15 минуттан кейін тоңазытқышқа бірінші салған қамырымызды алып, жақсылап жаямыз.
Қараңыздар, сіздерге қаттаманы екі түрлі әдіспен пісіріп көрсеткім келіп тұр. Біреуін пеште пісіреміз, пергамент қағазын жайып, қамырымызды салып пешке саламыз. Екіншісін табада отта пісіріп көрсетемін. Енді табамыздың астын майлап, қамырымызды салып, жай отта қызарғанша пісіреміз. Міне біздің оттағы нанымыз пісті. Оттағы нан пешке қарағанда тез піседі. Енді пештегі нан пісем дегенше келесі жуамен жасалған қамырымызды да жұқалап жаямыз. Қараңыздар, жуалар шашылып кетпес үшін мен қамырды осылай пакеттің ішінде жаямын. Өте ыңғайлы әрі таза жайылатын болады. Қамырымыз майланғаннан кейін пакетке жабыспай жақсы жайылады. Сол үшін қорықпай жая берсеңіздер болады. Екеуін де жайып алғаннан кейін тура бірінші қамыр сияқты екеуін де біреуін пеште, біреуін отта пісіреміз. Міне біздің екі түрлі әдіспен піскен қаттама нанымыз дайын. Қараңыздар, өте дәмді болып шығады. Екеуі де табадағы нанымыз өте жұмсақ, ал пештегі нанымыз қытырлақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Алия, сау болыңыздар.